Yok, mamadan сұранып әрең келдім ғой досым үйіне. Есігі қылтаулау деймін. Елтан! Үйінде ма өзі? Елтан! О, досым. Я келдім. Ойнаймыз ба? Не алып жүрсің? Ойнайықта жүрсейік. Болды, үйге кірсейік жүр, екеуміз қандасым білгеніміз ақ үйде. Үйге уақ па? Иә, екеуміз ақ. Далада ойнамаймыз ба? Ой, дала суық қой, жаурайсың. Жаураймыз ба? Иә. Жүр, үйге кіреміз ба? Үйінде ешкім жоқ па? Жоқ, қарындасымыз екеуміз ақ үйде. Анау ма қарындасың? Телефон көріп жатыр. Қайқа барамыз? Жүр, мен комнатама қойыстым, комнатамда ойнаймыз екеуміз. Мен же білесің ба, мамадан әрең сағынып келдім ғой. Мама, Елтанға ойнауға барайшы деп. Бүгін деген демалыс қой, үйде ішім пысып кетті. Иә, мен де ішім пысып кетті үйде. Бір өзім ана қарындасым телефон көріп жатыр, қанша ойыншығым бар. Нан бәрі сенің ойыншығың ба? Оласы анақта көп ше, оның бәрін шығаруға уақыт болған жоқ. Наны ше, саған кім әкеп берді? Қайсына? Мыналардың бәрін. Мынаны атам әкеп берген, мынаны атам әкеп берген. Мына өзімнің тракторым. Бұл тракторда кеше тәтем әперді. Маған да ойнауға бересің ба? Иә, берем ғой, мынаны бәрін бассам пин дейді. Вау! Маған мамам бұндай ойыншықтар алып бермейді. Сен атаң мен апаң күшті екен ғой. Сен апаң мен атаң мені қызғып аламай ма? Жоқ, өзіміз бармыз ғой, өзіміз қызымыз ғой. Сен айтып көрсін, мені алып көрсін. Оны да айтып көрейін атам келсе. Иә, айтып көрсін. Кукла келді кеше, Барби дейді. Сен кукла ойнайсың ба не? Сәлем, жоқ қарындасым жоқ, сәлем деп қойды. Мені сонда ойламадың ба? Сен досыма да алыңдар деп ойламадың ба? Досыма дейсің ба? Иә. Мына жақтан біреуін көрейін ба саған? Көп па не ойыншығың? О, әкесі. Елтан баяғыда білесің ба? Жазда екеуміз күшті болып ойнайтын едік қой. Ойыншық келді. Вау, мына қандасың ба? Қандасың ба? Иә, қандасың ба? Сен қандасың ба, мынау? Қандасың сұлу екен ғой, кәні. Вау, еще қандасыңда телефон бар ма не? Қандай бара ма саған? Вау, берші. Осымен ойнайсың ба? Иә. Қарындасың ба, негізі қарындасың ойнайтын еді? Қарындасың бермей ма не маған? Мә саған. Нече? Маңдай. Елтан сенде мынандай телефон бар ма не? Бәрі бар бізде. Вау, қандай бай отбасысыңдар. Мынандай добымыз бар, доп ойнаймыз. Вау. Шай құятын бар, шай ойнаймыз. Вау. Мынаның ішінде осының сыйлығында қамшымыз бар, сәтті. Осының бәрін шығармайсың ба? Мен келген кезде шығармайды екенсің ғой, сені тығып қояды екенсің. Қандасың түрін қарашы. Оқты бүйтсең басылсаң жүресің, бүйтсең тартсаң өзі жүріп. Маған қайсысын бересің енді? Білмеймін, өзің қайсысын айтып соны таңдап алса енді. Рай? Қандай бола ма? Вау, мынау маған ұқсайды екен, иә? Вау. Қандасың сен ойнай ма? Сөйлей ала ма қандасың? Жақсы кішкене ғой, сөйлеп үйреніп отыр. Не бар? Вау, мә сен мама мен папаң күшті екен. Мені де қызығып алсыншы, айтшы мама мен папаңа. Жұмыстан келсін, айтам, жұмысқа кеткен ғой оның бәрі. Жұмыста ма? Менің Не ол? күшігім қайқа кеткен? Сенде еще күшікке бар ма не? Күшігім мына екен ғой менің. Ол күшік емес қой, свинья ғой. Свиня ма? Ой, күшігім осыған ұқсайтын еді ғой менің. Мана ойыншықтардың бәрі бірақ кір болып кетті. Сен жаман салақ болып ұқсайды екенсің, иә? Иә, жуылмайды ғой, осының ішінде жатады. Бәріне бетін, бәріне қандасын тастапты ғой, сәл жуып қарамайсың ба? Соны жуып тазалап берсеңіз. Маған мама мен папам осындай ойыншықтар әкеп берсе, бәрін ше ұқыпты ұқсайтын едім, жуып. Иә, сен ше. Вау. Бәрін жуып берсем, мен саған көп ойыншықтар. Шынымен ба? Сенде де ше, андай не бар ма? Стиральный деген бар ма? Бүйтіп айналып жуатын. Бәрі бар бізде. Бүйтіп өзім бүйтіп андай бір кеше алдық бұны өткенде. Бүйтіп жабысып, бүгін жабысып. Вау! Мә, күшті ғой сенден. Менен үйлерімде қалғым деп кетеді ше. Ашына үшін бәрі ойыншық. Вау, Елтан! Мен сенің бәрін жуып берем, маған ойыншықтар бәрін, жартысынан көбісін берші. Берем. Бересің ба? Саған берем ғой да. Сендей дос менде ғана бар ғой, білесің ба, Елтан? Елтан, не? Ол андай ғой резинка ғой, папанікі ғой, бүйтіп дайындалатын жай, бүйтіп
Papam turadi. Sen papangdan da kaçok ba? Türlü kuşuydu dayınlab Sağan sen papang күшті ғой мен. Мара айтпақшы, сен білесің ба? Кеше анау көрші Нұрзаттың үйіне ше, бір андай нелер пайда болыпты ғой, ведьмалар ше. Ведьма? Ведьма болған андай мыстан кемпірлер жүретін болыпты ғой. Ол өтірік қой, мен ондайға сенбеймін. Өтірік емес, кеше маған Нұрзат айтып берді бәрін. Ол өтірік шала ғой, өтірік айта береді ғой. Сен соған сен жүрсің ба? Сенің жаңа досың мен емес па? Енді сен ғой, ол да ойнаймыз ғой енді кішкентайымыздан. Ол екеуміз бір күнде туылғанбыз ғой. Сен сонда мені сап кеттің ба не? Сатпаймын ғой сені. Маған андау кеше айтты да, маған үйімде мыстан кемпірлер жүретін болыпты, ауылда шық көп ойнамаңдар далада деген үйде ойнап жатыр, далаға шығып жатыр. Бұдан кейін онда үйге ойнаймыз ба? Иә, үйде ойнайық, мыстан. Мыстан кемпірлер деген негізі өтірік қой білесің ба? Мыстан кемпірлер жоқ, шын бар екен. Ей, ондай сен негізі Маған андай суреттерін көрсетті телефоннан. қандай болады екен? Жаман түрлері битеріп кеткен дейді. Ондай негізі андай неде ғана болатын еді ғой? Мультфильмдерде ғана болатын еді ғой. Тоқташ, мен мамам звондап жатқан сияқты, сөйлесіп келейін. Звондамаса айтпа, звонда алло десе. Алло? Ау, мама? Ей, қой ей! Өтірік қой ол! Шынымен ба не? Ертең айтқан рас болды ма не? Мен қорғам ғой енді. Қазір шығамда онда күтіп алыңыз мақма, мен қорғам әйтпесе. Бопты, давайте. Ертең ол мыстан кемпір емес екен ғой, цыган екен ғой, бүйтіп андай балдарды былайнан андай нелермен былай абракадабра деп сиқырлайды екен да, үйіндегі барлық нәрсесін алып кетіп қалады екен ғой. Айттым ғой саған, Сен мыстан кемпір ол. Нұржат маған цыгандар деді ғой. Цыган деді ма? Сен оны мыстан деп шатастырып алғансың ғой, а? Мыстан деді маған. Мыстан емес екен, андай сондай цыгандар екен да, былай абракадабра деп бүйтіп дуалайды екен да. Сен мынандай нелердің бәрін алып кетіп қалады екен, мынау сияқтылардың цепочка, алтын дегендердің бәрін алып кетеді екен да онда иә. Сен онда үйіңе қайтсай, мынаны саған қайсысын берейін өзім. Маған сен мынау ойыншықты берші. Бұл сен алып кет үйіңе жетіп ал, қараң қоймайды. Жоқ ұстап алмасын мыстандар. Сонда мен есігімді құлдап қойып жүрсем. Сен есігімді құлдап ал. Сен дос керексің ғой маған. Иә. Жүр, есікті құлдап алайын мен. Мыстандар жүретін болып. Иә. Сендей дос маған керек. Есігін құлдап ал. Есігін құлдап алайын. Сен үйіңе жетіп алмадың ма? Иә. Давай. Пока досым. Так. Бүгін маған мына үйден бір бала жылтың етіп көріне берді. Қандай бала екен, бәрі әке-шешесі жұмысына кетіп қалды деймін. Мынандай күн суықта әйтпесе есі дұрыс бала далада жүре ма? Ойбай, есіктері де ашық тұр екен. Үйінде ешкім жоқ ау деймін. Көрейік. Бір бала жүрген сияқты еді. Балам! Әй, балам! Бері келе қойшы айналайын. Мама, сіз ба? Иә, мен ғой. Әй, балам! Сәлем! Кім бар екен мынаяқта? Әй, балам! Сіз кімсіз? Мен апамын ғой. Қандай апа? Сенің туысқан апаң балам мен. Қаяқтан келдіңіз сіз? Алыс сапардан келдім. Сонау Жетісайдан келдім. Не үшін келсіз? Қыдырып келдім ғой, қыдырып. Балам, мен алыс жолдан шаршап келдім. Маған бір стакан су берші. Мама, маған бөтен адамдарға су бермеді екен. Ей, мен бөтен емеспін ғой, мен сенің туысқаныңмын. Мен бөтен танымайтын адамдарға су бермеймін. Есік құлтау тұр еді ғой, қаяқтан кіріп кетсіз сіз? Есікті құлтау тұрған жоқ, есіктерін тап қалсам ашық тұр екен. Сөйтіп, мынау менің туысқан баламның үйі ғой деп кіріп келдім ғой. Балам, не шай бер, не су бер. Ештеңе бермеймін, мен танымайтын адамдарға су да бермеймін. Мамам ештеңе бермеді екен. А сенің мамаң қайда? Мамам жұмыста. Балам, мамаң жұмыста ма? Папа жұмыста, қазір 2-3 сағаттан кейін обедке келеді, обед ше. Папаң 2-3 сағатта келіп қала ма? Иә. Папам келсін, сол кезде сізге су, нан береміз. Ай, сен папаң кемият бере берсейші. Қазір мен сізді танымаймын да ғой. Танымайсың, мен апаңды танымай қалдың ба? Жоқ, мен сізді танымайды екенмін. Сен папаң келем дегенше мен кетіп қалам, мен тірліктерім көп. Айналайын балам, базар аралауым керекпін. Ана құдағиыма алтын алуым керекпін. Кит алуым керекпін. Онда мен сізге су берейін ба? Иә, су берсей. Мен айтпесе аузым күйіп қорап қалды ғой бала.
Үйінде ешкім жоқ дедің ба? Мамамның андай күміс алтындары өзіме сабалайын, тығып қояйын. Тығып тұра берсін. Ұрлап кетеді қазір ауылдан бір мыстандар жүр дейді ғой, адамды ұрлап кетеді, алтын ұрлап кететін. Соны өзіме салып, өзімен абалайын. Ондай мыстаңдар Сіз жоқ. ұрлап кететін жассыз, қақтан білесіз? Мен ұрламаймын, ойбай, айналайын, мен Құдайдан қырғатын адаммын. Үлкен басымен ұрлайды деп ойлайсың ба мені? Иә. Сізге су берейін, мына өзімен абалайын. Иә, су бер маған. Иә, кетіріңіз. Осы жерде күте берейін ба? Иә, осы жерде күте беріңіз. Мейлі, тез алып кел. Қазір. Үйінде алтындары көп сияқты онан әбетке келеді деп қояды. Қандай алтындары бар екен. Ойыншықтардың арасында жүрген или әлде шашылып кетуі мүмкін баяғыдан. Қап, ана бәленің пысығын-ай. Бүкіл алтындарын бәрін әкетіп қапты ғой. Енді одан қалай алсам болады екен. Құлай алмай қалатын болдым ғой, мені танып тұрған сияқты ғой бұл. Маңыз су. Ой, айналайын балам. Су жуаңыз ба? Ой, рахмет. Ой, тәттісін-ай, насудың. Балам, енді сенен тағы да бірдеңе сұрайын. Үйіңде тамақ бар ма еді? Тамақ жоқ қазір, мамам келген екен тамақ болады. Неге мамаң сіз-ақ маған тамақ бере берші, менің қарным ашып тұр да? Мен сізге тамақ бере алмаймын. Су бердің ғой, су ішіп алсаңызшы. Су іштім ғой, шөлім қанды, енді маған тамақ керек. Мен сізді танымаймын да су бере алмаймын. Мен сізге Су беріп қойдың ғой? су ішіп алыңыз ба? Болды онда. Мамам келсін қазір тамақ ішеміз, шай ішеміз. Қашан келеді мамаларың? Қазір мама бір сағатта келіп қалды. Осы жерде отыратырмыз, мен жанында ойнап, мен ойыншықтармен ойнай тұрыңыз. Күте тұрыңыз кішкене. Мен мына жақта күте берейсіз. Сендермен ойнайтын менің нем жоқ. Желанием жоқ. Что-то мына баладан ше алтындарды қалай албасам болады екен. Мені танып тұрған сияқты ғой. Тағы ұрлайтын нелері бар екен. Үйлерінің бәрі евроремонт екен. Не ұрласам болады екен? Ана алтынданы жерге тығып қойды. Оны қалай алып кетсем болады екен енді? Ойлан, сен ең мықты, ең күшті сен цыгансың. Ойлан, болмайды. Мынаның ішінің бәрі алтын, ішінің толған бәрі ақша. Болмайды. Мен мына үйден құр шығып болуым керекпін. Болмайды, ойлан, мамасы қазір бір сағатта келіп қалады. Бір сағатқа шейін ана баланы алдап, ана алтындардың бәрін алып кету керек. Үйінде как раз бір өзі екен. Жаман пысық бала екен, қоңырат-ау деймін. Жүда, бір бөтен адамдарға су бермейін, тамақ бермейін деп қояды. Деп алдасың болады екен. Так. Балам, сені ана сыртта ше, бір досыңда біреу шақырып тұр-ау деймін. Барып көріп келе қойшы. Мен сені айтсам, үйде жоқ деп айтсам, жаңа әлде келіп кеткен дейді. Бір шашын екке болып алған бір қыз екен. Барып көріп келші. Нұрай досың келді ма? Білмеймін ғой, сол келген сияқты ғой. Кіммен қайдасы екен білмеймін. Иә, жаңа ойнаймыз деп келем деген ғой мен. Иә, барып алып кел. Білмеймін, күтіп тұр ғой. Болды. Қашып келмейсің ғой сен, Гений, бәсе бұндай цыгандығыңмен даладағы ма өріксің ғой сен. Ойбай, мына жаққа қойып қойыпты ғой, ақша бер алтындарының бәрін. Судан сасақ қояйық. Есіктен жауып кетейік. Кетті ме, балам? Тайып тұру керек болды ғой, тайып тұру керек. Алтындардың бәрін келді ма? Сен басқа досың бай? Басқа досың бекен? Иә, ана бір нәрсе сұрақ келіп соны беріп жібердім. Қой онда балам, мен асығыспын. Сен әке шешең келсе сәлем айт. Мен кете берейін. Кеттіңіз ба? Иә. Онда мен есік жауып алайын. Ақыры сен де жақтырмадың ғой мен. Мен танымаймын ғой сізді мен. Қалай танымайсың? Мен саған өкпеледім. Ертең әке шешеңе звондап айтам, балаң мені танымады деп. Папам келсін. Сол кезде айтам, сіз кетіп. Сіздің атыңыз кім? Менің атым ба? Айжамал. Айжамал? Иә. Болды, Айжамал. Әке шешеңе сәлем айт, балам, мақма. Болды, Айжамал айтып отыр деп айтайын ба? Болды. Айжамал апай айтып жатыр, біздің әжеміз екен ғой деп. Жақсы, аман болыңдар, айналайын. Иә, ішіп алдым. Жақсы, сау болыңыз. Сау бол. Ал достар, сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк подпискаларыңызды аямаңыздар, комментарий міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ал достар, всем пока!